Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен шоколадно-фруктовый торт жасаймыз. Бізге 6 жұмыртқа қажет болады. Жұмыртқаның сарысын бір бөлек, ағын бір бөлек ыдысқа саламыз. Бірінші жұмыртқаның сарысын миксерлейміз. Үстінен қанттың жартысын салып, жақсылап ағарғанша араластырамыз. Мені де қуантуды ұмытпаңыздар. Маған тіркеліп лайк басып, кері байланыс жасасаңыздар, өте қуанып қаламын. Енді жұмыртқамыздың ағына кішкене тұз қосып, жақсылап миксерлеп аламыз. Үстіне қалған қантымызды қосып, әбден пена болғанша жақсылап араластырамыз. Міне осындай формада болу керек. Өте жақсы көтерілді. Енді жұмыртқаның сарысына көтерілген жұмыртқаның ағын ақырындап салып, жоғарыдан төмен қарай ақырындап араластырамыз. Араласқан массамызға сұйық майымызды қосамыз. Енді какаомызды, қопсытқышымызды, ұнымызды біріктіріп, аз-аздан массамызға сала отыра, қолымызбен жақсылап араластырамыз. Мінекей массамыз қою, воздушный болып шықты. Енді духовкада 180 градуста 30-40 минуттай пісіріп аламыз. Осылай таяқшамыздың көмегімен жақсылап тегістейміз. Диаметрі 22 сантиметрлік формада пісіремін. Корждарымыздың піскенін осылай таяқшамен көреміз. Таяқшамыз құп-құрғақ болып шығуы керек. Біздің корждарымыз дайын болды. Енді 3-4-ке бөліп аламыз. Мінекей воздушный, пышный болып көтерілді. Өте дәмді болады деген ойдамын. Қазір пышағымыздың көмегімен түп-түзу етіп кесіп аламыз. Осындай құп-құрғақ, жұп-жұмсақ болып шығады. Тортымыз сочный, шырышты болу үшін бізге пропитка жасау керек. Пропитканы жасау үшін жылы сүтімізге сгущенканы араластырып, осылай щеткамызбен жағып шығамыз. Енді кремін жасап аламыз. Креміне маскарпоне қосамыз, қант ұнтағын қосамыз. Одан кейін сливки 33%,
жақсылап миксерлеп аламыз. Шоколадный крем болу үшін какао қосамыз. Мінекей өте дәмді креміміз дайын болды. Дәмі балмұздақтың дәміне өте ұқсайды. Енді осындай жемістерімізді дайындап аламыз. Әрбір корждарымызға кремімізді жағып, жақсылап тегістейміз. Бұл жерде мешочек керек емес, қолымызбен де тегістеуге болады. Арасына осындай қандай жемістеріңіз бар, сондай жемісті қойып шығуға болады. Енді әр корждарымызға пропиткасын жағып, оның үстінен кремімізді жағамыз. Одан кейін фруктыларымызды қоямыз. Мінекей менде 4 корждан жасалды. Барлық кремді жағып шығамын. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әдемілеуге болады. Толық рецебін төмендегі описанияда қалдырамын. Осындай объемный үлкен торт жасасам да, отбасымызбен ғана бәрін жеп қойдық. Жасап көріңіздер, бір жасағаннан өте дәмді болып шығатынына толық сенімдімін. Шаймен өте керемет үйлеседі. Бетіне шоколадный ганаш жағып әдемілесеңіздер болады. Тортымызды кем дегенде 3-4 сағаттай холодильникте қалдырамыз. Мінекей тортымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Жақындарыңызды, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Ас болсын.